Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сізге өзіңіздің каналыңызға арналған футажды қалай жасау керектігін үйретемін. Бізге футаж жасау үшін PicsArt, Pinterest, CapCut десе бізге PicsArt программасы қажет болады. Плюсикті басамыз. Бұл жерден біз ақ фонды таңдаймыз. Инструментіға басамыз. По форме 4% таңдаймыз. Және осылай YouTube-тың көлемінде қылып жасаймыз. Міне осылай жасадым мен. Енді бұны біз сохранить етеміз. Шығамыз. Прозрачный фонды таңдаймыз. Және бұның үстіне өзіміздің жаңағы жасаған фотомызды қоямыз. Формаға басамыз. Тік 4% таңдаймыз. Және жаңағыдай көлемді келтіріп аламыз. Және осылай. Готово. Енді біз бұның үстіне тағы фото қоямыз. Яғни өзіміздің YouTube каналымыздың логотипін таңдадым. Форма, дөңгелекті таңдаймыз. Яғни өзіміздің логотипімізге келтіріп дөңгелетеміз. Енді біз бұны күшейтіп орналастырамыз. Готово. Текст жазамыз. Өзіміздің YouTube каналымыздың атын. Шрифт таңдаймыз. Өзімізге ұнайтын мен Geo деген шрифтті таңдадым. Өзімізге қалай ұнайды, дәл солай орналастырамыз. Мінекей. Готово. Келесі біз сохранить етеміз. Келесі біз YouTube-ға кіреміз. Бұл жерге футаж YouTube деп жазу қажет. Және өзіңізге ұнаған кез келген футажды сақтап алсаңыз болады. Яғни Telegram-ға қойып сақтап алсаңыздар болады. Бұл футаж менде сақталып тұр. Келесі бізге Pinterest программасы қажет болады. Біз бұл жерде зеленый фонны іздеуіміз қажет. Яғни футажға арналған осындай фондар. Мысалы осы. Сақтап алсаңыз болады, менде сақтаулы тұр. Келесі CapCut программасына кіреміз. Новый проект және сақтаған жасыл фонымызды таңдаймыз. Наложение жасаймыз. PicsArt программасы арқылы жасалған фотомызды таңдаймыз. Екі саусақтың көмегімен екі жаққа қарай ысырамыз. Тағы бұл жерде наложение жасаймыз. YouTube-тан сохранить еткен футажымызды таңдаймыз. Енді біз Chroma Key дегенді басамыз. Және бұл жерде жасыл түсті таңдап алу қажет. Интенсивності көтереміз. Соңына дейін жеткізудің қажеті жоқ. Және бұл футажды сіз өзіңізге қалай ыңғайлы солай қойсаңыз болады. Яғни ақ фонның ашық жеріне. Келесі біз оң жаққа қарай өзіміздің екі фотомызды алған ысырамыз. Соңында CapCut-тың видеосын удалить етеміз. Енді бізде осылай шықты. Футаж кетіп қалған кезде біздің ақ фонымызда кетіп қалу үшін үстіндегі ромбекті таңдаймыз. Және жүргіземіз кішкене. Және өзіміздің ақ фонымызды екі саусақтың көмегімен осылай күшейтіп ысырамыз. Соңына дейін ысырасыздар. Енді видеоны көреміз. Мінекей. Достар, егер бұл видео қызықты болса, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда сіздермен өте көп ақпараттармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.